Бүгін сіздерге езілмейтін заварной қамырдан жасалатын пельмен жасаудың әдісін көрсетемін. 500 грамм ұнға 10 грамм тұз, бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйық майымызды құйып, бір қалыпты құрамды болғанша араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды 2-3 бөлікке бөліп, қасықпен араластырамыз. Қолмен араластырмаймыз, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Суымыз міндетті түрде ыстық қайнап тұрған болуы керек. Қамырымыз қолға жабыспайтын осындай қамыр болып шығу керек. Қамырымызды салафанға салып 30 минутқа бұқтырып холодильникке қойып қоямыз. Фаршымызды дайындаймыз. Фаршымызға пиязымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, сондықтан менің каналыма тіркеліп, жаңа лайк басып, жаңадан рецепт жіберу үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Қамырымызды 3-4 бөлікке бөліп, қолданатын қамырымызды алып, қалған салафанда сақтаймыз. Қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды жайған кезде бөлмеміздің терезесі жабық болу керек, және де есікті жабық болу керек. Қамырымыз тез кеуіп кетеді. Қамырымызды осындай формаға қойып, үстіне ұн сеуіп, фаршымызды доңғалатып салып шығамыз. Артық қамырымызды кесіп алып тастап, үстіне тағы да жұқалап қамырымызды жайып, бетіне жауып, оқтаудың көмегімен басып шығамыз. Қамырымызды осылай басып, пельмендерімізді түсіріп аламыз. Пельменімізді қатырар алдында ыдысымыздың астына ұн сеуіп, бір-бірлеп қойып шығып, холодильникте қатырып аламыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт жіберу үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет сіздерге.